той құтты болсын. Саматжан, сен шын жүректен құттықтаймын, қуаныштымын. Бұл кісінің бұл алтын үйге үйленгенде Қайрат екеуміз тойды жүргізіп, Қазақстанда болмаған той сондай солай жүргізген біз шырттық. Той құтты болсын. Мен енді Тұрар айтып жатыр ғой, Жанан ағам, Самат, мен клиптерімді түсіргенде, Саматтың да мен інім біраз жұмыс жасаған жігіт, соңғы 2-3 концерт қойып жатсақ, соның Сержан дейтін жігіт екеуі сценарий жазған, кинода сценарий жазған. Бірақ енді ағалары үшін жүгіріп жүргенде де Саматжан той құтты болсын, сені жақсы көреміз. Негізі тойдың негізі мен сағат 7-ден бастап жұрттың бәрі қайтып кеткенше осы жерде отыруым керек болған. Бірақ біз концерт қойып қойдық, өйткені қонығып жатырмыз. Оны Мурада қоныққандығына байланысты солай болды. Сонда былай қарап тұрсаң, жаңағы концертке түскен ақша бүйтіп есептеп қарасақ, құдағайдың ақшасына жетпейді жаңағы. Той құтты болсын, құрметті ағайын. Алла амандығын берсе, сіздердің де шаңырақтарыңызда осындай дүбірлі той болсын деп тілейміз. Кішкентайларыңыз өссін, өлсін. Тұрар тұсауын кессе жаман жігіт болмайтын шығар. Тұрар сияқты жиһангез ел аралап жүре берсін, аман болсын. Саматжан, құтты болсын. Апа, мен өз басым білмеймін, мен бүгін вообще шет шығамын. Бүгін кешегі шет шығамын. Алдаш, келе қой. Алда бергенде тілек айтсын, өйткені ет деген деді ғой.